Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта көптеген рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын. Бүгін осында песочный самса дайындадым. Өзім заказға алып дайындап жүрген самсамның рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Илектен өткізілген ұнымыздың үстіне маргаринімізді қосып, крошка жасап аламыз. Мінеки крошка жасап болғаннан кейін үстінен 20% қаймағымызға 2 жұмыртқаның сары уызын қосып, тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осыны ұнның үстіне салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлығын тазалап салып аламыз, жұмсақ қамыр илейміз. Басы біріккенше осылай 5-6 минуттан жақсылап араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды пакетке салып, бір сағатқа бөлме температурасында қойып қоямыз. Ауа кірмейтіндей етіп, осылайынан пакетімізге саламыз. Дайын болған қамырымызды енді жайып шығатын боламыз. Жұқа етіп жаямыз. Осы тестомен заказға алып жасасаңыздар да болады. Мен 3 жылдан бері заказға алып жасап жүрген самсамның тестасы. Сіздер де жасап көріңіздер. Ортасына ертілген сары майымызды, менде 82% сары майды ертіп, бүкіл жеріне, қамырымыздың барлық жеріне осыны щеткамен жағып шықтым. Сіздер де осылай жағып шығыңыздар. Енді осы қамырды жағып болғаннан кейін шетінен бастап орайтын боламыз. Ауа кірмейтіндей етіп жақсылап орап шығатын боламыз. Мінеки осылайынан барлығын жинап орап шықтым. Ауа қылып кетпеу керек арасында. Осылайынан барлығын орап, үстінен басып, ауасын бәрін шығарып, осылайынан домалатып аламыз. Осы қамырымызды холодильникке 5-6 сағатқа қойып аламыз. Болмаса бір түнге қойып қойсаңыздар болады. Мен осылай пакетке салып, ауа кірмейтіндей етіп, аузын жауып, салып қоятын боламыз. Мен бір түнге қойдым. Міне қамырымыз дайын болды. Таразының көмегімен 30-35 граммнан бөліп шықтым. Енді фаршымыз дайындаймыз. Менде сиырдың фаршы, үстінен туралған пиязымызды, дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырып жібереміз. Бәрі біріккенше жақсылап араластырамыз. Мінеки фаршымыз дайын болды. Енді тестамызды осылай сопақ қылып жаятын боламыз. Сол кезде әдемі түйіліп, әдемі көрінетін болады. Мінеки қамырымызды мен осылай сопақ қылып жайып шықтым. Сіздер де осылай жайып шығыңыздар. Мінеки енді осының ішіне салмасы 30-35 граммнан салмасын салдым. Фаршымызды жан-жағын жақсылап жабыстырып, ашылып кетпейтіндей етіп жабыстырып, осылайынан асықпай отырып түйіп аласыздар. Бас бармақпен басып отырып түйетін боласыздар. Мінеки әп-әдемі болып түйіледі. Енді бір жұмыртқамызға мен осындай куркума қосамын. Куркума қоссаңыздар сап-сары болып, әп-әдемі болып, виді әдемі болып пісетін болады. Мен постоянно үстіп жағып шығамын. Заказ қалғанда да осылайынан жағып шығам. Бетіне ақ күнжіт сеуіп шықтым. Мінеки самсамыз дайын болды. Қара күнжіт сепсеңіздер де болады. Іші толығымен піседі, жұмсақ болып піседі, ас болсын.